Мына Сүгірдің өзінің немере інісі Ботабағар деген кісіні көрдім жас кезімде. Ботабағар ақсақалдың жасы сол 90-нан аса бастаған кезінде көрдім. Сол 90-нан аса бастаса да қолы домбырадан таймаған, әуенін, ескі әуенді жақсы салатын сондай терең күйші екен. Сол кісінің қолынан кәдімгі күй үйреніп, естігенімді қағып алып әуендерін сөйтіп кезінде күй табаққа да жаздым. Сол кісінің үлерінің бірі осы мына Қаратау шертпесінің бір тарауы. Соны шертіп берейін, қабыл алыңыздар.